нағыз ер азамат болудың сипаттары бар екен. Біріншісі не айтылды? Жүрегі мешітке байлану керек екен. Мешітке байланған адам, бауырлар, жай намазға оқып кетпейік мына жерге. Қазір шыны керек, адамдар көп сын айтатын жағдайға жеттік қазір. Мешіттер неге ондай емес? Ана свет қазір өшіп тұрса келеді, имамға неге светтерің өшіп тұр деп кетеді. Та басқасын басқа. Бауырлар, мешіт бәрімізде ортақ мәселе. Мешіт келдік па, кішкене имамға сәлем беріп, жағдайын сұрап, мешіттің жағдайы қалай болып тұраға. Мен кішкенде осындай бір шаруам бар еді. Мүмкін көмегім тиіп қалар деп осындай болып кішкене арқа-жарқа болып жүру керек. Мешітке көмектессін ба, Алла саған көмектеседі. Өйткені Алла субхана ва тағаланың дінін таратып бірде-бір еліміздегі осы мешіт қана. Біздің заңымызда жазылып тұр. Мешітіміз көркейіп тұру керек екен. Мынау басқа діндердің шіркеулеріне кіріп көргенсіздер ме? Кіріп көруге кеңес беремін. Кіріп көріңіздер. Сондай шіркеулерді көрген кезде таң қаласыз. Не деген жаңағыдай алтынмен қаптап тастаған. Ал мешітке келсеңіз, кейде аяғыңыз жағдайға жетеді. Әрине бұл мешіттеріміз әдемі. Мына имам ағаларымызға Алла қуат берсін. Бірақ кейбір мешіттерді қарасаңыз өте жұпыны. Өр намазхандар жоқ секілді ойлап қаласыз. Қарасаң, небір азаматтар намаз оқиды, мәншесі міндетті кетеді. Үйі ондай емес, бірақ адамдардың, олардың тұрып атқан үйлері зәулім үйлерде тұрады. Мешіт жаңағыдай жағдайға жеткен. Бауырлар, жаңа айтқандай, жүрек мешітке байланды ма, демек сен жақсы көресің ғой ол жерді. Енді оған кішкене көмектесіп жүру керек. Бауырлар, біз зайырлы қоғамбыз, біздің елімізде мешітке бір тиын да бөлінбейді. Бірақ Аллаға шүкір, әйтеуір мешіттер салынуға рұқсат беріп, жерге рұқсат беріп жатыр. Емін-еркін намаздарыңды оқыңдар деп, өкіметімізге рахмет. Бұған да тәуба. Мүмкін оған да жетерміз иншалла. Мешіттерге көмектесетін заманға. Мысалы Түркия мемлекеттерінде, Мысыр мемлекетінде көрдік. Соларда жаңағыда дін министрліктерінде бүткіл мешіт солардың балансында. Имамның жұмысы тек қана мешітке келеді, өзінің бөлмесіне кіреді, кітабына қарайды, уағызына дайындалады, мақала жазады, ғылыммен ғана айналысады. Мына мешіттің ішкі сыртқы мәселесінің бәрі сол өздерінің мамандары жұмыс атқарады. Қазір күнде бауырлар осындай жағдайға жетіп тұрмыз. Тәуба, Құдайға шүкір. Бірақ дегенмен мен ойлаймын, соған да біз баратқан секілдіміз, Құдай қаласа. Соған дейін кішкене амалдап не істеу керек, бауырлар? Не қолдау көрсетіп жүрміз керек екен. Садақа беріп жүріңіздер мешітке. Садақа бәлені қайтарады дейді. Садақаны қазір мешітке беру керек. Болашақта өкімет оның балансын алыпса, мүмкін сол кезде садақаны басқа жаққа берсек болатын шығар мүмкін. Қайырымдылықтардың басқа мәселе. Бірақ қазір күнде бірде-бір қолын жайып отқан ол мешіт. Мысалы қарттар үйін көріп жүрміз, жетім балаларға да барамыз, көріп жүрміз. Оларға өкіметтің балансында екеуі де. Бюджеттен ақша бөлінеді оларға, кәдімгідей бәрін қолда көрсетіп тұр. Енді бауырлар, мен мешіттің имам болғандығын айтып жатырмын. Өйткені мешіттің жағдайын имамдар ғана жақсы біледі. Енді әркімге айта бермейміз ғой оны. Қазір орны келіп қалған екен айтып жатқаным ғой, ойлап қалмаңыз, имам үйтіп айтқан жоқ маған. Қайбеке сөздің арасында лабағатанды айтып жүресің ғой деп. Жоқ, ондай болған емес. Бұл кісіге Алла разы болсын. Керісінше не? Келген ұстаздарға бірдеңе бермесе, ол кісі алмайды ешкімнен. Келген ұстаздарға әйтеуір шақырып, жолын жасап, келіңіз деп осындай істеп жатқан кісіні көремін мен. Бірақ мешіт, бауырлар, жаңа айтқандай, еркексің ба, мешітке көмектес. Ер азаматсың ба, мешітке жүрегің байлансын, сонымен қосып, бауырлар, мешітті ұмытпайық.